Балық. Мен университетімнен демалып балық аулағым келді. Содан кейін қармағыма балық ауладым. Балығым түссе деп армандадым. Мен балық аулап отырғанда қармағыма балық түсті. Мен оны қармағымнан алдым да, және де мен ол балықты жуып жеймін деп армандадым. Бірақ балықтың көзі өте қорқынышты болды. Бірақ мен тырыстым, оны жуып жегім келді. Балықты шелекке салдым да, мен оны үйіме апарып жуып жеймін дедім. Мен үйіме бардым. Оны сковородкаға пісіріп қойдым. Ол піскеннен кейін оны жедім. Ол өте дәмді болды. Оны жеген сайын жегім келеді. Мен оны жей бердім. Сағат түнгі 2 болды. Мен жаттым ұйықтауға. Жаңағы балық мені қатты шөлдетті. Қарным тырсылдап кетті. Сосын мен кухняға бардым. Су ішіп алайын деп. Бір ыдысқа су құйдым да іштім. Шөлім қанбады. Су алып алдым да тағы іштім. Қанбады. Әлі қанбады. Не істерімді білмедім. Бұл балық мені шөлдетіп жатыр ма дедім. Қазанға су құйдым да, соған кейін үлкен қазанды алып оның ішіне су құйып, содан кейін оны көтеріп іштім. Алдым. Бәрібір шөлім қанбады. Не істерімді білмедім. Бірақ бәрібір шөлім қанбады. Содан кейін мен жуынатын ваннаға барып, судан шөліп қанатын шығар деп ваннада оның кранынан суды ағызып іштім. Су іштім, бәрібір шөлім қанбады. Содан кейін ваннаға ішіне су толтырып түстім. Ол балық мені неге шөлдетіп жатыр дедім. Өзім сонан соң уақыт өте беріп, сағат таңғы 6 болды. Сонан үйімнің есігінің алдында біреулер тұрды. Есікті тоқылдатты. Дүк-дүк-дүк. Мен сол балықтың кесірінен құбыжық болып кеттім.